соны бар ғой. Біздің қазақтар көп бара қоймайды ол жаққа. Бірақ қазір екі этникалық қырғыз бар. UFC-ге кірген. Мықтыбай мен Уран. Екеуі де осы жақта жүріп, дым жақындай алмады UFC-ге. Шаңына да жақындаған жоқ, орысша айтқанда, ілесе алмады. Бірақ Америкаға барды да, сол жақта мигранттың өмірін сүріп, сол жақта ММА-де өзін дәлелдеп көрсетіп, жергілікті лигада чемпион болып барып кірді UFC-ге. Екеуі де сондай жолдан өтті. Қырғыз жігіттері сол жетпейтін сияқты. Америкалық промоушндардың ішінде Орта Азияда ең қадірі бар ұлт қазір қырғыздар. Қазақтар емес, өзбектер емес. Себебі оларда кім бар сонда? Бұрын ондай болмады ғой. Саны басым және ішкі лигаларда төбелесіп жүрген қырғыздардың саны бір 10 шақты болады. Ішкі лигада көп дейсіз. Ішкі лигада көп, жаңағы Мықтыбек нокаут кім шығып кетті, Оран да сондай ғой. Бәрі сол ішкі америкалық лигаларда пісіп шықты да. Мына жақтан кішкене шала пісіп барды, ары қарай толық пісті, сол арқылы өтіп кетті. Ішкі лигаларда өзін-өзі көрсете алып, өзін-өзі дәлелдей алып, сосын барып өтті да. Қазіргі таңда да тағы біраз жігіттер бар. CFFC-ден Бушидо деген жас бала жүр қазір, мысалы 5-тен өтіп кеше өтті. Тағы ана Ильор Бахтиярұлы деген бар, біздің октагоннан өсіп шыққан бала. Біздің октагоннан өсіп шыққан Илімбек деген бала бар, мысалы қазір. Бәрі сол Американың ішкі лигаларында төбелесіп жатыр. Қазір Fury FC-дің титулына төбелесіп, өткенде ұтылып қалды Ильор, енді келесі нелерде өзін дәлелдейді. Жас балдар, өте жас балдар, келесі поколение өте көп. Ішінде қайнап атқан, тонның ішкі бауындай болып, свой қайнап бара жатқан балдар бар.